Қазіргі таңда еліміздегі экологиялық мәселелердің нашарлауы, қоқыстың дұрыс өңделмеуі, әсіресе пластик өнімдердің көп қолданылуы проблемаларымыздың бірі болып отыр. Қазақстанда пластиктің қолдануы күннен күнге артып келеді. Дүкендер мен супермаркеттерде пластик пакеттердің қолдануы әлі күнге дейін сақталған. Бұл дегеніміз әр күн сайын мыңдаған пластик пакеттер қолданылып, қалада және табиғатта қалуға мәжбүр. Қазақстанда қоқысты дұрыс өңдеу мен пластикті қолдануды азайту мәселелері өзекті болып тұр. Елімізді пластиктен тазалаудың бір жолы бейнероликтегідей аппараттарды еліміздің әрбір маркеттеріне, ғимараттарына орнату. Бұл аппаратқа адамдар керек емес, қолданылған пластиктерді өткізіп, сол үшін бонус ала алады. Есіңізде болсын, экология біздің болашағымыз. Әрбір қадам, әрбір әрекет еліміз үшін өте маңызды. Болашақ үшін әрекет етейік. Экологияны бірге қорғайық.